ең алдымен өзімнің жылдам оқуға дайындық бағдарламаммен сіздерді таныстырып өткім келіп тұр. Бұл жерде сіздермен бірнеше әдіс тәсілдермен бөлісетін боламыз. Ең алдымен ми бөліктеріне назар аударсақ, адамның екі ми бөлігі болады. Адамның есте сақтау қабілеті, оқу жылдамдығы және де зейіні осы екі мидың бірдей жұмыс істеуіне тікелей байланысты болып келеді. Енді сіздер байқасаңыздар, қазіргі кезде біз оң қолымызбен жазатын болсақ, жұмыс жасайтын болсақ, жаңағы оң қолымызбен жұмыс жасасақ, біздің сол қолымызға жаңағы сол миымыз бізді оны қадағалап тұрады. Ал егер біз сол қолымызбен жұмыс жасайтын болсақ, оны қадағалайтын мынау біздің оң жақ миымыз болып табылады. Осы жерде енді бізде баланың жылдам оқуға, зейінін дамытуға, есте сақтауға байланысты сіздермен бірнеше әдіс тәсілдермен бөліскім келіп тұр. Соның ішінде ең бірінші ол екі қолмен сурет салу әдісі. Яғни бұл жерде неге екі қолмен сурет салу әдісі? Балалар екі қолдарымен бірдей жұмыс жасаған кезде олардың екі милары да жақсы жұмыс жасайды. Олар балалардың зейінін дамытуға және де жылдам жұмыс жасауына өз ықпалын тигізеді екен. Сонымен қатар сабақ үстінде балаларды жалықтырып жібермеу үшін, сабаққа деген зейінін қою үшін әртүрлі нейрожаттығулар жасатуға болады. Ол да нейрожаттығулар балалардың миының жұмыс жасауына өз ықпалын тигізеді. Яғни бұл жерде көбінесе балалар екі қолмен бірдей әртүрлі әдіс тәсіл, нейрожаттығулар қайталайды. Ол дегеніміз, яғни бір қолымен осылай жасап тұрса, екінші қолымен бір уақытта екі қолын бірдей алмастыру керек болады. Яғни бұл да балалар жұмыс жасаған кезде сол балалардың миын жұмыс жасатуға, зейінін қалыптастыруға өз әсерін тигізеді екен. Келесі тапсырма бұл батаршам әдісі арқылы, яғни бұл жерде қарап тұрсаңыздар, әртүрлі сөздер берілген, түстердің атаулары және сол атауларына байланысты түстер берілген. Мұқият қарасаңыздар, сары, жасыл, көк, қара, қызыл, көк деп сөздер берілген, бірақ сол сөздердегі берілген түстер өте басқаша. Бұл балалардың зейінін дамытуға байланысты берілген есептер, миының дамуына байланысты. Балалар бұл жерде түсін айту керек, ал берілген сөздерді, яғни қандай берілген сөздер екенін айтпай, тек қана түстерін айтып шығу керек. Мысалы ретінде сары, көк, қызыл, қызғылт, сары, қоңыр, қызыл, күлгін, көк, қызыл, ақ, жасыл деп, яғни берілген түстердің атауларын емес, бұл жерде берілген түстерді атап шығу керек. Бұл балалардың оң жақ миының өте жақсы жұмыс жасауына көмектесетін әдіс тәсілдердің бірі. Қара, қызыл, қызғылт, сары, қоңыр, қызыл, күлгін, қызыл, ақ, жасыл, сары, қызыл, көк, қоңыр, қара, қызыл, сары, жасыл, қоңыр, қызыл, күлгін, қызыл, сары, қызыл, сары, қоңыр, қызыл, күлгін, қызыл, ақ, жасыл, сары, қызыл, қоңыр, қара, қызыл, сары, жасыл. Молодец. Келесі әдіс тәсіліміз бұл шурте кестесі. Бұл балаларымыздың көзінің көру аймағын кеңейту үшін, үлкейту үшін пайдаланылады. Яғни балалар бұл жерде мына берілген точкаға қарай тұрып, нүктеге қарай тұрып, қандай сандар орналасқанын айту керек. Басында балалардың көздері басқа жақтарға
жаңағы жалтақтап жұмыс жасауы мүмкін. Кейіннен келе балалар осы нүктеге қарай отырып жанында тұрған барлық жаңағы сандарды айтып шығу керек. Яғни бұл Шутье кестесі осы көзіміздің жақсы көруін, біріншіден одан кейін көру аймағын үлкейту үшін өте қажетті жаттығулардың бірі. Қазіргі кезде негізі байқасаңыздар, көздің көру аймағы екі ғана немесе екі ғана сөзді немесе екі ғана саны ғана көре аламыз, ал бұл кестеден біз сол көздің көру аймағын кеңейте аламыз. Яғни бұл тапсырмаларды орындау барысында балалардың бір нүктеге қарай отырып көру аймағы кеңейеді. 2, 8, 1, 6, 13, 4, 5, 6, 9, 12,